Құрметті отандастар, Қанішер халықты атып өлтірген Тоқаев 9 мамыр күні Путиннің құрметіне халықты пайдаланып, жеңіс күні деп біздің халық арасында осындай кезінде Мәскеумен бірге тұрып, бірге соғысқанбыз, Мәскеуді қорғағанбыз деген әңгімелерін айтып, Путиннің құрметі үшін бүкіл Қазақстан бойынша жаңағы бессмертный полк сондай марш концерттер өткізеді. Тегін тамақ, тегін концерт, бәрі болады. Ендігіде біздің мақсатымыз осы 9 мамыр күні Тоқаев халықты пайдаланып, Путиннің құрметіне осындай мероприятие жасағысы келіп жатыр, я? Біз енді соны пайдаланып, мүмкіндікті жаңағы марштардың арасына, халықтың арасына қосылып, Бауыржан Момышұлының, Әлия Молдағұлова, Мәншүк Мәметованың плакаттарын ала шығыңыздар. Өздеріңіздің аталарыңыз болса, олардың да плакатын алып шығыңыздар. Солай 9 мамыр күні барша Қазақстан бойынша жаңағы бессмертный полктардың қатарына қосылып, арасына қосылып, адамдар мыңдап көп болып колоннамен жүрген кезде шал кет, Тоқаев кет, қымбатшылыққа қарсымыз, жалақылар 1,5 миллион теңгеге дейін көтерілсін деп талаптарды қойып бастағандарыңызда, жан жағыңыздағы жүрген адамдар сол сіздердің айтқан талаптарыңызға қосылады. Неге? Себебі барлығымыз осы Қанішер Назарбаев Тоқаев жүйесінде өмір сүреміз. Барлық Қазақстан халқы кедей өмір сүруде, осы диктатурада өмір сүруде. Сіздердің талаптарыңызды естіген қалғандары ол талаптарға қосылады. Сондай-ақ ол 9 мамыр күні білесіздер, кезінде 2022 жылы қаңтарда Тоқаев халықты атуға бұйрық беріп, террорист деп, 20 мың террорист деп, мыңдаған адамдарды атып өлтіріп, оларды өртеп, міне осындай 10 мыңнан астамды адамдарды қинап азаптаған болатын. Олар ешкім ұмытылған жоқ. Міне осы қарсы адамдардың барлығы 9 мамыр бізде мысалы қазір халық митингіге шығуға қорқады, митинг орындарын жаңағы полиция қызметкерлері жауып тастайды деп қорқып солай митингілерге шықпай жатыр, я? Ендігі біз, міне көріп отырсыздар, 9 мамыр Google-ға кіріп жазсаңыздар, бүкіл Қазақстан бойынша концерт мероприятие болады. Соған келіп, лозунг «Шал кет, Тоқаев кет». Міне осылай әрекетімізді белсенді түрде жүргізуіміз керек, құрметті отандастар.